Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және бағдарлама жүргізушісі мен журналист Раушан Сейсенбаева. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Нұрбек Шалғасбаев, облыстық волонтер, 2020 Ақтөбе орталығының бас директоры, облыстық волонтерлар кеңесінің төрағасы. Нұрбек, эфирімізге қош келдің. Енді өздерің бірнеше жылдан бері осы волонтерлықты қолға алып, еріктілердің басын қосып, қалада үлкендерге көмектесіп, көптеген қоғамдық шараларға белсене араласып жүрсіңдер. Енді биыл балалар жылы ғой. Осы балалар жылына қатысты қандай шаралар ұйымдастыру жоспарда бар? Саламатсыздар ма баршаңызға. Біздер енді өздеріңіз білесіздер, жалпы балалар жылы бұл алдыңғы жылдарда 2017 жылдарда айтылған, сол жылдар жарияланды. Осы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев әр жолдауында, әр саясатында, әр жоспарында осы жастарды тыс қалдырмаған. Соның бұл озық дәлел деп айтуға болады. Өйткені 2019 жылда жастарды жылы деп жариялады, 2020 жылда волонтерлар жылы деп жариялады, 2021 жыл қайырымды істер жылы, 2022 жыл мінеке балалар жылы. Бұлдың барлығы да жастарды үлкен қолдаудың бір күші бар екендігін болашақ үшін әрине бұның Мағжан Жұмабаевтың мен жастарға сенемін деп айтып кеткен мінеке президентіміздің өзі біздің саясатымызда біздің жобаларымызды қолдап отырғанның дәлелі. Сондықтан біз президентімізге сенеміз. Өйткені міне осы жобалар арқылы осы әр жылды жастарға бөліп жатқандығы, көңілдің бөлініп жатқаны бұл үлкен біздерге сенім ұялатады. Қазіргі өздеріңіз білесіздер, мына жаңа Қазақстан деп жатырмыз, жаңа даму деп жатырмыз. Оны неліктен? Оның барлығы да мына жастардың, егерде біздің болашағымыз болатын болса, ертеңгі болашақ жастардың болашағы болатын болса, біздер осы жаңа Қазақстанға референдумға үлкен қатысуымыз керек, және де соны қолдауымыз керек. Мына балалар жылына айтып отырмыз, жаңа балалар жылы бір үлкен, жалпы бала үлкен қуаныш. Ол ертеңгі болашақ, ол жеке тұлға ертеңгі. Сондықтан да қазіргі таңда біздер ең бірінші кезекте балалардың көп балалы аналар, көп балалы отбасылардың, аз қамтылған отбасылардың балаларына көмек көрсету, оларды қолдау, оларды мына қоғамға үлкен бір жеке тұлға ретінде үлкен бір озық ой қалыптастыру. Қазіргі таңда өзіңіз білесіз, қаншама қоғамда басқа бір түсінік қалыптасқан. Көп балалы ана, аз қамтылған ана жағдайы нашар деген түсінік қалыптасқан. Оларды біз керісінше жақсы жағынан ғана көрсетуіміз керек, қоғамға жақсы қарай ғана көрсетуіміз керек. Сондықтан да біздер жобаларымыздың барлығын сондай бағытқа жұмсап отырмыз. Нақты қандай бағыттар бар? Жаңа көп балалы отбасылар мен мүгедек бала тәрбиелеп отырған кейбір жанұяларға көмектесе аласыңдар ма? Қандай көмектер ұсына аласыңдар қазіргі кезде? Әрине, оның ең бірінші біздерде оқу курсы бар. Яғни жаз айында мінеке аяқ басқалы отырмыз. Жаз мезгілі балалар үшін ең қуанышты күн деп айтуға болады. Өйткені мына оқумен қатар оларға бір қызығушылықтарын арттыру. Қосымша сабақтар өткізесіңдер? Оқу курстарын өткізу, яғни ол кез келген үйдің баласы бара ала ма, әлде тек қана сол? Оған ең негізгі критерий бар, яғни көп балалы ана және аз қамтылған отбасылардың балаларына арналған жоба. Сол жобаға кіреді, ол яғни бала қандай сабақтан осалдау, ол баланың өзінің жаңағы қай сабаққа икемсіздеу, соған байланысты барлық пәндер бар. Барлық пәндер бар. Математика, қазақ тілі қандай пәндер. Ал енді сол мысалы сол жерге сабақ беретіндер кімдер? Оларға айлық кім төлейді? Колледж ұстаздары, білім басқармасымен біздер тығыз байланыстамыз, меморандум орнаттық, оған тегін жұмыс жасайды волонтер ретінде. Біздің ұйымның ішінде жаңа айтып жатырмын ғой, жастар да бар, оқушылар да бар. Сол тегін жұмыс істеуге келісетін педагогтар, мұғалімдер бар ма? Бар. Олар сонда жаңа жұмыс кестесін белгілеп қойсыңдар, келеді сабақ беріп кетеді бір сағат. Кәдімгі мектептің мұғалімдері. Мектептің мұғалімдері, ешқандай қысымсыз, өз еріктерімен. Жастар шығар көбінесе. Жастар. Жастар қазіргі мына ең бір жобаны қолға алдық. Осы Жұбанов университетіндегі студенттер, мысалы 4-ші курстың студенттерінде алып отырмыз. Олар мысалға физика мамандығы болса оқып жатқан, оларға бір жағынан тәжірибе болады, болашақ педагог. Оларға бір жағынан жаңағы тәжірибе болады, сондықтан да ол үлкен бір тәжірибе келіседі. Енді жалпы сұраныс көп па осындай балаларға, мысалы өздерің кеңсені қайдан аласыңдар?
біреулер көмектесе ма кеңсе жалдауға, мысалы кейбір балалар семей қалуы мүмкін, ұсыныстар көп болуы мүмкін. Осы жобаға және де біздерде лагерь бар, балаларға арналған жаз айындағы 10 күндік лагерь. Бұл 10 күндік лагерьге тоже аз қамтылған көпбалалы отбасылардың балалары қатысады. Жыл сайын ұйымдастырамыз. Алдыңғы жылда біз ұйымдастырған болатынбыз. Осы жобаның ішінде демеушілердің көмегімен ұйымдастырасыздар ма сонда? Әрине, ол демеушісіз болмайды. Құдайберді Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры Лаура Қарабасова үлкен қолдау көрсетті. Өзінің осы университет төңірегінде бір жағынан бала 11 бітіретін бала, ол келешек жаңағы 9 бітіретін, 10 бітіретін балалар болады. Келешек жаңа оқу орнын таңдауға да үлкен мүмкіндік. Өйткені Жұбановтың жаңағы қандай да бір кабинеттерін, қандай да бір жаңағы ғимараттарын барлығын оқу процесімен таныса бастайды. Университеттің сол ғимаратында болады ғой лагерь. Үлкен плюс деп айтуға болады. Енді жақында қалалық волонтерлар форумы өтті. Біз көп насихаттай алған жоқпыз, енді өкінішке орай. Бірақ осы форум қандай мақсатпен өткізілді, өзінің жаңағы алға қойған мақсаттар орындалды ма осы форумға қатысты? Әрине, бұл қалалық волонтерлар форумы үлкен мағынасы тереңде деп айтуға болады. Өйткені қалалық волонтерлар форумына оқушылар қатысты, мектеп оқушылар және жетекшілері. Бұның барлығында да бір мақсат, волонтерлік не мақсат екені. Кейбір қазір таңда білесіз, 2020 жылы волонтерлар жылы деп жариялады, бір жылды ғана шектеліп қалды. Бұл әрі қарай да жалғасын табу керек волонтерлар жылы. Сондықтан да сол мақсатта да ұйымдастырып отырмыз. Өйткені бұл волонтерлар жылы бір жылмен шектелмеу керек. Сол мақсатта бұл жаңағы 120 оқушы қатысты, жетекшісімен бірге білім бөлімі қалалық білім бөлімімен бірге ұйымдастырылды, қолдау көрсетті, және де оларға тренингтер, ойындар, волонтерларға арналған волонтерліктің не екен бағыттар бойынша. Өзіңіз білесіз, жаңағы президентіміздің бөліп берген 7 бағыты бар. Сол 7 бағыт бойынша бөлікке бөлінді. Әр кабинеттерде балаға тренингтер ұйымдастырылды, фуршет ұйымдастырылды, ойындар ұйымдастырылды балаларға. Барлығы қазір жақсы көңіл күйде, келешекте тағы да ұйымдастыру жоспарымызда бар. Осы форумда мына еріктілердің, волонтерлардың кейбір проблемалары талқыланды ма? Мысалы, олар қандай мәселелерді алға тартып отыр, олардың жұмыс істеуіне, етене халықпен араласуына бір кедергілер бар ма? Мысалы, қазіргі кезде қандай қиындықтар бар волонтерлардың алдында? Әрине, оларға қолдаудың жетіспейді. Әртүрлі волонтерлар өздерінің қазір енді айтып жатыр, қазір бәрі қымбат. Қазір қымбатшылық, ешкім тегін жүргісі келмейді. Бірақ та олар бұл ерікті болу жалпы ақша талап етпейді, ешқандай ақы талап етпейді. Бірақ та оларға қолдау көрсету бұл мемлекеттің, мен ойлаймын, президентіміздің өзі де айтып жатыр ғой, қаншама саясатында осы волонтерларды, жастарды қолдауда. Мен ойлаймын, осы ендігі мына жаңа Қазақстанда волонтерларды қолдау бойынша ақы төлеу мәселесі, оларға жаңағы қолдау, бұл қолдау ретінде деп түсіну керек. Оны бір жаңағы жұмыс ретінде түсіну керек. Бізде осындай бар ма? Мысалы, жоғары оқу орнына түсуге, волонтер болған балаларға қандай да бір көмек, байқаудан өтуге жаңағы бал қосылады деген сияқты шетелдерде бар ғой, тіпті жоғарғы оқу орнына түсуіне де мүмкіндік жасап. Бізде осы мәселе қалай шешіліп жатыр қазір? Өте жақсы дамыған. Бұл ұсыныс бойынша біздер көптен бері көтеріп жүрміз. Ішкі саясат басқармасына олсын, басқа да әкімшілікке көтеріп жүрміз. Мына ең құрмаса Жұбанов университетінен бәйіштен мысалы бір-екі орындар берсе, тегін оқып, грант сияқты белсенді волонтерларға арнаған осындай жаңағы мүмкіндіктер бар ма жастарға? Мүмкіндіктер бар. Өйткені олар жаңағы ынталандырады ғой. Мен волонтер болайын, мен де еңбек сіңірейін деп. Жалпы бұл ынталандыру ғой бала жастарды. Ынталандыру, қолдау волонтерларды. Бұл Жұбанов университетінде үрдіске айналды. Өйткені біздің өзіміз Гришина Жита Жұбанов университетінің қолдауымен отырмыз. Сол ғимаратта біздер сол университеттің басшылығымен түрлі жобаларды ұйымдастырып жатырмыз. Соның ішінде де осы волонтерствоны дамыту бойынша студенттерді қолдау бар. Өздерінің қандай да бір еріктілікпен айналысқан, мысалға 5 жылдық стаждық есептеумен оларға жаңағы оқу грантын университет тарапынан өзіндік 100%, 50% гранттар бар. Волонтерларға арналған. Университеттің ректорының атынан беріледі. Ол үшін не істеу керек волонтер? Волонтерлар ол өздерінің енді ерікті түрде қызмет етіп, өздерінің белсенділіктерін көрсететін болса, біз сол белсенділікке қарай. Жас кезінен, мектеп кезінен бастап белсенділік таныту керек шығар онда. Енді жаңа қайтадан оралсақ, волонтерлардың форумы өтті. Қалада жаңағы бізді айтылмай кеткен
бір тақырып, сол жерде қандай мәселелер талқыланды, тағы да қандай проблемалары бар волонтерлардың, мысалы қандай мәселелерді алға тартып, біз осындай жаңа жастар желпініп тұрған бар ма, біз осындай мәселені шешейік деп едік, қоғамда өзіміздің үлесімізді қосайық деп едік, бірақ осыған осындай мүмкіндік болмай жатыр деген сияқты. Иә, біздерде айтылып жатыр, мына әкімдіктер тарапынан қолдаудың жетіспейтіндігі, және де оларға бір жобаларды жүзеге асырғысы келіп, грант мәселесі, ақша мәселесі. Оларда мына таза әлем бағыты бойынша экологияға байланысты үлкен бір жобалары бар, олардың білім бағыты бойынша жаңағы бағыты бойынша әртүрлі бағыт бойынша жобалар бар, бірақ та мына гранттық мәселе үлкен мәселе болып отыр. Қазіргі таңда енді оның бәрін біз айтып жатырмыз, жеткізіп жатырмыз, бірақ та енді осы неде шешіледі деп ойлаймыз. Енді ол гранттық мәселесі жаңағы түрлі идеяларын іске асыруға. Жалпы волонтерлар жылы 2020 жылы болды, сол кезде мықты қолдау болды, бір жастарды көтеріп тастады, бірақ ол жалғасын табу керек қой, қазіргі кезде кішкене тоқтап қалған сияқты сол байқала ма, мысалы жастарды қолдау еткен. Осы жыл міне волонтерлар жылы екен деді, сол жылы бір үлкен істер қолға алынды, бірақ кейіннен өкінішке орай ол бір сиыр құйымшақтанып кеткен сияқты, дұрыс айтасыз. Мен жаңа да айтып жатқаным сол, бір жылға тоқталмау керек, волонтерлар жылдан жылға даму керек. Сол мақсатта да қоғамның тегін күші сол тетікті пайдалана білу керек қой. Әрине, президентіміздің өзі де не үшін волонтерлар жылы деп жариялады, одан кейінгі жылды қайырымды істер жылы деп жариялады. Оның барлығының бұл жалғасын табу керек деп президентіміз анық айтты. Оны енді бер жақтағы азаматтарымыз ол әрі қарай жалғастырып кету керек деп ойлаймын. Біздің өзіміздің тарапымыздан да бұл істер жасалай береді, қайырымды істер. Әр волонтерлық ұйымдар өздерінің көрсетіп болсын, көрсетпей болсын, өз еріктерімен жұмыс жасап жатыр. Қайырымды жобаларын жасап жатыр. Оның барлығы да бұл игі істер. Жалпы қоғамда волонтерлардан көп көмек күтетін, солардың күшіне сенетін кімдер? Негізі маған көмектесіңдерші, мысалы менде осындай жағдай болып жатыр деп, жаңағы тек қана аз қамтылған отбасылардан басқа тағы да қандай қоғам мүшелері сіздерден көмек сұрайды? Мүмкіндігі шектеулі ерекше жандар көмек сұрайды, оларға қолдау керектігі, өздерінің жаңағы өнер болсын, өнер саласында болсын, қандай да бір бағыттарын өздері ашқысы келеді. Қазіргі таңда мәдениет басқармасы біздерге енді жаңа айтып жатыр, мәдениет басқармасы, білім басқармасы барлығымен ұштастыратын бір кеңес керек болды. Біздер сол мақсатта облыстық волонтерлар кеңесін аштық. Басын қосатын. Бұл облыстық волонтерлар кеңесінің мақсаты үлкен әлеуметтік мәселелерді шешу, жолға қою. Сол бойынша да соның ішінде кәсіпкерлер, бақ өкілдері, басқарма өкілдері, волонтерлық ұйым өкілдері барлығы да шоғырланған. Яғни бұның барлығының негізгі мақсаты әлеуметтік мәселелер бірлесіп шешу жолдарын көрсету басқарма басшыларына, оны әрі қарай азаматтық қоғам ретінде біздер өздеріміз ұсынысымызды білдіреміз, және де шешілмей жатқан жаңағыдай міне мысалға біреу проблемасын мәселесін айтатын болса, қағаз жөнінен жаңағы документтерін жасай алмайтын болса, оның барлығын сол жерде шешуге болады. Әртүрлі мәселелер, үй мәселесі болсын, жер мәселесі болсын, оның барлығын негізі кәсіпкерлер, мысалы шетелдерде көбінесе кәсіпкерлер өздері іздейді волонтерларды, біз сендерге қандай көмек көрсетейік деп. Бірақ өкінішке орай біздің қоғамда ондай мәселе шешімін таба алмай келе жатыр дейсің ғой. Нұрбек, осымен бүгінгі өкінішке орай уақыттың тығыздығына байланысты эфиріміз аяқталуға таяу қалды. Өзіңнің ой пікіріңді білдіріп, біздің эфирімізге келгенің үшін ризашылығымызды білдіреміз. Жастарға әрине әрқашанда сәт сапар тілейміз. Осы құрылған кеңес қоғамда үлкен жұмыс атқаратын беделді, белсенді кеңеске айналсын деген үмітпен бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі эфиріміз аяқталды. Келесіде жүздескенше қош сау болыңыздар. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.